Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздерге өте ерекше дастарханның сәнін келтіретін жемістерден жасалатын салат дайындайтын болам. Менімен бірге болыңыздар. Бізге керек заттар: осындай консервідегі ананас керек, қаймақ керек, сгущенка, банан, груша, творог керек. Бисмилля деп алдымен таңдап алған жұмсақ грушаның қабығын ашып турайтын боламыз. Екі грушаны осылай турап алдық, ірі-ірі қылып. Енді осының үстіне банан тураймыз. Менің ыдысымда груша мен банан. Енді осының үстіне творог саламыз. Қаймақ саламыз. Сгущенка. Консервідегі ананасты қосатын боламыз. Салатымыздың құрамына осылай грецкий орех кетеді. Орехтерді салып болғасын әдемілеп араластырып аламыз. Менің жемістерден жасалған салатым дайын болды. Енді осыны әдемілеп ыдысымызға орналастырайық. Осылай салатымызды тарелкеге орналастырып алдық. Енді осының үстіне әдемілеп оформление жасаймыз. Менде мында шоколад бар, осыны ертіп алдым. Салатымыздың бетіне жібереміз. Апельсинді кесіп, әдемілеп турап, салатымызға оформлениеге пайдаланатын боламыз. Менде мында тарелкамде апельсин, киви, қара виноград, сосын жаңа консервідегі ананастан шамалап қалған, бетіне қоям деп осыларды пайдаланамын. Менің жемістерден жасалған өте дәмді, ерекше салатым дайын болды. Ұнаса лайк басып, каналыма тіркеліп кетіңіздер.